Әлібек Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Күмісбек Айсипат. Қазақстанның 7 кереметіне мен ең алғашқы Бозжыра шатқалын жатқызамын. Кейін Тасмола мәдениеті, Шақпақ-Ата, Қошқартас, Қазығұрт, Тамшалы және де океанариумды жатқызамын. Бозжыра шатқалы Ақтау қаласынан 300 км жерде орналасқан табиғи нысан. Үстірттің бұл бөлігі әктастардан құралған шөлді ландшафттардан, биіктігі 250 метрге жететін таңбалы тастардан тұрады. Бұл аумақтан тасқа айналған ұлу қабыршақтарын, теңіз кірпісін, белемнит деп аталатын былқылдақ денелілерді тіпті мезозой дәуіріндегі Тетис мұхитының акулаларының тісінде табуға болады. Шатқалда палеолиттен бастап ерте орта ғасырға дейінгі кезеңге жататын археологиялық ескерткіштер шоғырланған. Бозжыра шатқалы Маңғыстау облысының ерекше қорғалатын аймақтар тізімінде және аумағы 316.141 гектар құрайтын жабайы ұшқан мемлекеттік табиғи қауымының бір бөлігі болып саналады. Бозжыра шатқалы және Бозжыра етегі де екіге бөлінеді. Бозжыра атауының өзі-ақ бұл табиғи тылсымның қандай түсте екенін айқындап тұр. Яғни айналаның бәрін біреу ақ түске бояп тастағандай күй кешесіз. Бозжыраның күндізгі көрінісі бір бөлек, ал түнгі көрінісі тіпті ерекше. Тасмола мәдениеті және мұртты обалар. Мұртты обалар ерте темір дәуірінен сақталған ескерткіштер. Толық емес мәліметтер бойынша Қазақстанда 300-ден астам мұртты обалға жататын ескерткіштер келген. Оларды ең алғашқы болып Әлкей Марғұлан зерттеген. Негізгі зерттеу жұмыстары орталық Қазақстанда 1946 жылдан кейін басталды. Тасмола мәдениеті жоғары дамыған, мүліктік теңіздік белгілері терең белең салған, дамыған қоғамдық құрылым түрінде сипатталады. Тасмолалықта металлургия мен металл өңдеу жүргізіліп, экономикасының негізі көшпелі мал шаруашылығы болған. Тасмола мәдениетін Иран тілдес тайпалармен байланыстырады. Сонымен бірге оны байырғы түркілерге жатқызатын көзқарастар бар. Шақпақ-Ата мешіті сәулет өнер ескерткіші Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы Таушық кентінен батысқа қарай 25 км жердегі қорымда орналасқан. Жартасы қашап салынған Шақпақ-Ата мешітінің құрылысын зерттеуші ғалымдар Медеев 9-10 ғасырларға, ал Әжібіғали 12-13 ғасырлардағы өнер ескерткішіне жатқызады. Қошқартас дәстүрлі діни қабір үсті ескерткіштерінің бір түрі. Қазақ жерінде қорымдарда қошқар мүсінін бейнелейтін қабіртастар 20 ғасырдың басына дейін қойылып келді. Қошқар мүсінін қабір үстіне орнату ертеден келе жатқан дәстүр. Бұл мұсылмандардың қойды қасиетті жануар ретінде кие тұтып, оны садақа малы деп қастерлеуінен туындаған. 15-20 ғасырлар аралығында қошқартастар міндетті түрде соғыста қаза тапқан жауынгерлердің қабіріне орнатылған. Оны ескерткіштерде бейнеленген қарулардың суреттері дәлелдейді. Көшпелілер ел үшін қаза тапқан жауынгердің қабіріне ерекше ерлігі үшін қошқартас орнатқан. Осыған орай ол басқа сәулет түрлерінен гөрі сирек кездеседі. Қазығұрт Шымкенттен оңтүстікке қарай 20 шақырымға созылып жатқан ұзын тау сілемі. Оның ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 1876 метр биіктікте орналасқан. Тау деген атауына аласа болып көрінуі мүмкін, бірақ оның Қазақстанның рухани әлеміндегі маңызы өте зор. Аңыз бойынша Нұхтың кемесі Қазығұртқа тоқтаған. Осы жерден әлемнің жаңа тарихы басталды. Тамшалы Түпқараған ауданында орналасқан табиғи су көзі. Форт-Шевченко қаласынан солтүстікке қарай 35 км жерде. Тамшалы кәдімгі киіз үйге ұқсас, дөңгелек, кеуек үңгір. Айырмасы тек шаңырағы, оғының иінен жоғарғы жағы жоқ.
керегі басы дерлеп теңелген кей жерінен тас қабырға шып-шып терлеп, кей жерлерінде себезгілеп мұздай әрі мөлдір тамшы бүркіп тұрады. Үңгір табанында шағын көлшік пайда болған. Осыған орай тамшылаталып, ол ертеден төңірегіндегі елдің ауыз су көзінен алған. Ал көл арнасынан артылып аққан су бөгеліп, суармалы егіншілікке пайдаланып келген. Тамшалының ерте заманнан елді мекен болғандығын сай бойында сыңсып өсіп тұрған тұт ағаштарын айғақтайды. Соған қарағанда, оған бағзы замандарда ұлы жібек жолының бір тармағы келіп жатқан секілді. Қыр басында ерте дәуір ескерткіштері сақталған. Тамшалы мәдени демалыс аймағы. Сай аяғында 20 ғасырдың 50 жылдарының бас кезінде таратылған балықшы ұжымшары үйлерінің қиранысы сақталған. Океанариум ғылыми білім беру мекемесі, әдетте коммерциялық емес тірі теңіз табиғатының мұражайы. Океанариум термині француз тілінен шыққан, оның мағынасы әлі анықталған жоқ. Ол әртүрлі дизайндағы океанографиялық институттан екі түрін қамтуы мүмкін. Біріншісі теңіз сүтқоректерінің саябақтары, екіншісі теңіз сүтқоректерінің парктері. Әдетте аквариумдарда әртүрлі мөлшердегі бірнеше бассейндер бар. Кішкентай аквариумдарда кішкентай балықтар мен омыртқасыздар бар, ал олардың тұрғындарын бақылау үшін бүйір қабырғаларының бірі мөлдір етіп жасалған. Үлкен аквариумдарда үлкен балықтар, тасбақалар, пиннипедтер, сиреналар және кит тәрізділер болады. Үйретілген дельфиндер мен пиннипедтердің қойылымдарын өткізетін аквариумдар бар. Кейбір аквариумдарда ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Коммерциялық пайда үшін аквариумдар кейде үлкен сауда және ойын-сауық кешенінің бөлігі ретінде орналасады.